Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Айнура, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыз сондай дәмді, қатпарлы, жұп-жұмсақ круассандарға арналады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Менде мұнда жылы сүт пен жылы су бар. Бірінші осыны ыдысымызға құйып аламыз. Шым-шым тұз қосамыз. Қантымызды қосамыз. Және ашытқыны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ашытқымыз көтерілуі үшін бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге шамамен 15 минуттай уақытқа қойып қоямыз. Міне біздің ашытқымыз осылай көтерілді. Осылай көпіршіп көтеріледі. Араластырып аламыз. Күнбағыс майын құямыз. Енді жұмыртқаны қосамыз. Бір жұмыртқа және бір ақуыз. Сарыуызын алып қаламыз, себебі ол қазір бізге круассанның бетіне жағуға қажет болады. Жақсылап тағы да араластырамыз. Міне араластырып алдық. Енді електен өткізе отырып ұнымызды қосамыз. Осылай жақсылап араластыру арқылы қамыр илейміз. Оны көптеу бола бастағаннан осылай қолмен араластырамыз. Мен қазір бұны үлкенірек ыдысқа ауыстырып алайын, себебі мынаған сыймайтын сияқты. Міне мен үлкен ыдысқа ауыстырып алдым, енді жақсылап илеп аламын. Мінекей ең қандырып илесеңіздер, осында қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Бұны тағы да бетін жауып, 1 сағаттай уақытқа көтерілгенше қойып қоямыз. Жылы жерде болу керек. Міне біздің қамырымыз көтерілді. 2 есеге көтерілген, жұп-жұмсақ болып. Енді біз бұны ұн себе отырып бірнеше бөлікке бөлеміз. Бірінші астан ұн себіп аламыз. Осылай кішкене қолмен илеп бөлеміз. Менде мына жерде 9 бөлік шықты. Оның бәрін осылай доңғылақтап аламын қолмен. Бірінші қамырымызды осылай алып, оқтаумен орташа көлемді етіп жаямыз. Осылай жайғаннан кейін осындай бөлме температурасында тұрған сары майды арасына жағамыз. Арасына дегенде бетіне осылай жағып шығамыз.
Екінші қамырды да тура осындай көлемде етіп жаямыз. Және жаңағы бетіне сары май жағылған қамырдың бетіне барлығын қабаттастырып қойып қоямыз. Міне жаңа айтқанымдай сары май жағылған қамырымыздың үстіне екінші жайған қамырды қоямыз. Осылайша барлық қамырды жайып, бетіне сары майды жағып шығамыз. Майды шеттеріне қатты жақындатпай жағамыз, себебі қазір бұл қамырды тағы да үстінен жаятын боламыз, сол кезде сыртынан шығып кетпеу керек. Міне мен ең соңғы қамырды жайып біттім. Енді біздің сары май жағып отырған қамырларымызға ең соңғы рет сары майды тағы да жағып аламыз. Содан кейін бетіндегі қамырды қоямыз. Ең бетіне сары май жағылмайды. Енді біз осы жиналған қамырымызды осылай жаймен басып, жұқа қамыр етіп жайып шығамыз. Міне біздің қамырымыз осындай үлкен көлемді болып жайылды. Енді біз оны қарама-қарсы бағытта бірнеше бөліктерге бөлеміз. Егер дөңгелек қамыр кесетіндеріңіз болса, сондаймен кескен жөн, себебі пышақпен көріп тұрғандарыңызда шеттері кішкене формасын бұзып қалады. Міне бірнеше бөліктерге бөлдік. Енді бұндай жерлерінен дәл ортасынан кішкене ғана кесіп шығамыз. Біздің круассандарымыз көлемі үлкендеу болуы үшін. Міне барлығын кесіп алдық. Менде осындай варенка, әрқайсысына 1 шай қасықтан салып шығамын. Одан көп қосудың негізінде қажеті жоқ. Тура мынау кескен сызықтарымыз біткен жерден салып шығамыз. Барлығына 1 шай қасықтан вареный сгущенка салдық. Енді мен көрсеткенде осылай жинап, орап шығамыз. Егер үлкен болып кетсе, осылай кішкене майыстырып, орналастыра берсеңіздер болады. Круассандарымызды пергамент қағазы төселген табаға салып алдық. Арасын әдейі алшақ етіп орналастырдым, себебі ол қазір піскеннен кейін 2 есеге үлкейетін болады. Осындай жаңа басында алып қалған жұмыртқаның сарысын бетіне толықтай жағып шығамыз. Мінекей біздің круассандарымыз пісті, көлемі енді өте үлкен болып шықты. Біз жаңа қарама-қарсы бағытта кескен едік қой, соны тағы да бір бөліп жібергенімізде бұдан кішкене азырақ болып шығар еді. Көлем жағын айтып отырмын. Ол жағы негізі өздеріңіздің қалауларыңызша. Бұл әзірге өте ыстық болып тұр, суығанша күтейік. Круассандарымыз суыйын дегенше, сіздер егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеоларыма лайк басып қойыңыздар және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Круассандарымыз суыды, мен сіздерге арасын үзіп көрсетейін. Міне жұмсақ және қатпарлы болып шыққан. Тәтті ма? Иә. Ал достар, круассандарымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта көптеген рецептілерді шығаратын боламын. Сондықтан жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар және міндетті түрде пікір қалдырып өтіңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура, назарларыңызға рахмет.